Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салават айтуның фазилеттері, белгілі күндері жана уақытылары. Ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Силердин кимиңер дар аталып бүтсүңөр анда ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху" деп айтсын. Андан соң салават айтсын. Бұл сөздерді айтса, ал үшін рахмат ешіктері ачылады. Дағы бір риваятта бейіш ешіктері деп келген. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Бейшембі күні болғанда Аллах Таала жер бетіне күміш барақту, алтын қалемді періштелерде пайғамбарымызға ең көп салават айтқан адамдардың аттарын жазыш үшін жөнөтөт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Жума күні жана жумаға қараған түні маға көп салават айтқыла." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Силердин ең көп жубайлууңар, мага салават көп айтканыңар." Абу Бакр Сиддик радиаллаху анхудан риваят. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтады: "Мага салават айтууңарды көбөйткүлө. Чындыгында Аллах Таала менин кабырыма бир периштени өкүм кылган. Эгерде мага менин үммөтүмдөн бир киши салават айтса, ошол периште мага келип: 'О Мухаммад, баланчанын уулу сага салам жана салават айтты' деп мага жеткирет." Абу Имам радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Мага болгон салаватыңарды жума күнү көбөйткүлө. Чындыгында менин үммөтүмдүн салаваты мага жума күнү жеткирилет. Ал эми кимисинин салаваты көп боло турган болсо, ошончолук мага бейиш даражаларында жакын болот." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтады: "Мага салам салаватыңарды көбөйткүлө. Себеби кабырда ең биринчи мен тууралуу сураласыңар." Абу Зар аль-Гифари радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен силерге элдердин эң сараңы ким экенин айтып берейинби" деди. Сахабалар: "Албетте, о Аллахтын элчиси" деп жооп беришти. "Адамдардын эң сараңы менин ысымымды угуп туруп, мага салават айтпаган адам" деп жооп берди. Анас радиаллаху анхудан риваят. Сүйүктүү пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Кыямат күнү мага эң жакыныңар, бул дүйнөдө мага көп салават айтканыңар. Ким мага жума күнү жана жумага караган түнү салават айткан болсо, Аллах Таала анын 100 муктаждыгын бүтүрөт. Анын 70 акыреттик муктаждык, 30 дүйнө муктаждыгы. Аллах Таала ошол айтылынган салаваттарга бир периштени силерге хидаят нуру кирген сымал өкүл кылып кабырыма киргизет. Ал периште мага салават айткан адамдын атын, ата тегин жана үй бүлөсүнө чейин атап айтып берет жана мен ал ысымды өзүмдүн ак барагыма сактап коем." Ибн Хубейра айтат: "Көзүмдү жумуп, пайгамбарыбызга салават айтып олтурган элем. Ошол учурда көз чел кабыгымдын артынан менин айткан салаваттарымды жазган периштенин ар бир тамгасы баракка түшүрүлүп жатканын көрдүм. Аны көрүш үчүн көзүмдү ачканда, ал мага көрүнүп, кайып болуп кетти. Мен анын ак кийимин көрүп калдым." Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Адам баласы кабырларынан тургузулган чагында эң биринчиси болуп мен турамын. Алар чогулган чакта аларды жетелөөчү менмин. Азаптан коркуп тилдерин жутканда алардын сүйлөөчүсү мен болом. Алар суракка алынганда шафаат кылуучу менмин. Кайгыга чөккөн маалда кубандыруучу менмин. Ал күнү белги жана бейиш ачкычтары менин колумда болот. Ошол күнү адамдардын эң урматтуусу менмин." Анас радиаллаху анхудан риваят. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кандай дуа болбосун, аны менен асмандын ортосунда тосмо болот. Дуба ээси мага салават айткан маалда ал тосмо ачылып, дуасы көтөрүлөт." Сахал бин Саад радиаллаху анхудан риваят. Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, өзүнүн кедейлиги, жашоосунун кыйынчылыгы тууралуу арызданды. Ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Үйүңө кирип жатканда үйдөгүлөргө салам айтып киргин. Андан кийин мага салам айтып Ихлас сүрөсүн оку." Ал киши пайгамбарыбыз айткандай кылды. Аллах Таала ал адамдын гана эмес, анын жакындары, кошуналарынын ырыскысын дагы көбөйтүп берди. Зайд ибн Сабит радиаллаху анхудан риваят. Биз Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте чыгып көп кайчылашкан жерге келип токтодук. Аңгыча алдыбыздан чөлдүк арабчыга келип: "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, о Аллахтын элчиси" деди.
Алейкум ассалам, маға келген чағыңда емне айттың деді Аллахтың елчісі. О Аллахым, сенің салаватың Мұхаммадқа болсын. О Аллахым, Мұхаммадқа сенің берекең болсын. О Аллахым, сенің саламың Мұхаммадқа ғана болсын. О Аллахым, сенің раймың Мұхаммадқа болсын дедім, деп жауап берді чөлдік араб. Аға пайғамбару саллаллаху алейхи уассалам, мен жер аламын толтырып тұрған періштелерді көріп тұрамын деді. Абдурахман ибн Самурат радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбару саллаллаху алейхи уассалам айтады: кеше түні оқмыштудай түш көрдім. Менің үмметімден болған бір адамға өлім періштесі жанын алуға келгенде, анын ата енесіне қылған жақшылығы келіп, ал өлімді қайтарып жібергенін көрдім. Менің үмметімден болған дағы бір адамға қабір азабы үстемдік қылған малда, анын дараты келіп құтқарып қалғанын көрдім. Менің үмметімден болған дағы бір адамды шайтандар азғырып баштағанда, анын Аллахқа болған зикри келіп, аны алардан құтқарып кеткенін көрдім. Менің үмметімден болған бір адамды азап періштелері келіп қинап жатқанда, анын намазы келіп аны құтқарғанын көрдім. Менің үмметімден болған адам қатты сусағандықтан тілі салаңдап, әрбір көлмеге су ішкені келгенде, анын оразасы келіп анын сусының қандырғанын көрдім. Менің үмметімден болған бір адамдың алды қараңғы, арты қараңғы, оң тарабы қараңғы, сол тарабы қараңғы, асты үсті қараңғы болып тұрған кезде, анын ажылығы келіп, аны қараңғылықтан шығарып, жарық нұрға кіргізгенін көрдім. Менің үмметімден болған бір адамдан иман келтірген момындар баш тартып жатышқанда, анын туғаншылықты қылған амалы келіп, о момындар, бұл бір туғаныңар менен сөйлешкілі, анткені ал туғаншылықты қылат еле деп, аны алар менен ұшыраштырғанын көрдім. Менің үмметімден болған бір адам тозоқ отынан қорқып, оттың жалыны анын бетіне жетіп жатқан кезде, анын садақасы келіп, анын жүзін оттан тосқанын көрдім. Менің үмметімден болған бір адамды тозоқ шайтандары бардық тарабынан келгенде, анын жақшылыққа бұйырып, жамандықтан тыйған амалы келіп, алардың қолынан алып, рахмат періштелеріне тапшырғанын көрдім. Менің үмметімден болған бір адам сол қолына есеп қысап кітебі берілген малда, анын тақыбалығы Аллахтан қорқусы келіп, китепті оң қолына қарматқандығын көрдім. Үмметімден болған бір адамдың жақшы амалы аз болып, таразасы жеңілдеп қалған кезде, анын кичинекей кезінде қаза болып қалған балдары келіп, анын таразасындағы жақшы амалдарды көбейтіп, таразаны орылтқанын көрдім. Менің үмметімден болған бір адам тозоқ ешігінде тұрған малда, анын Аллахтан қорқусы андан құтқарып шыққандығын көрдім. Менің үмметімден болған бір адам тозоққа ташталған чағында, анын Аллахтан қорққандықтан шыққан көз жашы аны тозоқтан алып шыққандығын көрдім. Менің үмметімден болған бір адам тозоқтың үстіне тартылған сират көпіресінде қатты қиқырып жатқан кезде, анын маға айтқан салаваты келіп құтқарғанын көрдім. Менің үмметімден болған бір адамға бейіш ешіктері жауылған чағында, аға ашхаду алла илаха иллаллах деген келме күбөлігі келіп аға бейіш ешіктерін ашып бергендігін көрдім. Усман радиаллаху анху пайғамбару саллаллаху алейхи уассаламдан адам баласына өкіл қылынған періштелердің санын сұрады. Пайғамбару саллаллаху алейхи уассалам мындай деп жауап берді: ар бір адам баласы үшін күндізі 10, түнкісі 10 періште өкіл қылынған. Алардың бірі оң жағында, екіншісі сол жағында, анын алдынан бір періште, артынан бір періште, екі ерініне екі періште. Алар Аллахтың елшісі Мұхаммадқа салават айтқанда ғана қорғаушылық қылады. Ошондо эле екі періште чекесінде анын көкүлүн кармайт. Егер ал өзүн ылдый кылган болсо, жогорлатып көтөрөт. Текеберленсе, аны жоготот. Ал эми 10-чы періште анын оозуна уктап жатканда жылан кирип кеткенден коргойт. Шейх Тобори өзінің тавсир китебиндеги эскерүүсү Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбару саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: үйүңөрдү кабыр кылып албагыла, менин кабырымды майрам кылып албагыла, мага салават айткыла. Чындыгында силердин салаватыңар кайсы жерде болбосун мага жетип турат. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким мага салават айта турган болсо, Аллах Таала менин рухумду анын саламына алик алыш үчүн кайтарып берет. Абу Кирсафата радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбару саллаллаху алейхи вассалам ким жатаардан мурун Табарак сүрөсүн окуп салават айта турган болсо, Аллах Таала бул дуаны жеткиргенге 2 периштени өкүл кылат.
Ал эки периште келип, ушул адам сиз үчүн Аллахтын рахматын жана саламын айтып жатат. Мен анын салаватына алик алам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кыямат күнү мени көрбөгөнгө каттуу өкүнүч болсун." Айша радиаллаху анха энебиз: "Сизди ким көрбөйт?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сараң адам" деп жооп берди. "Сараң адам кандай болот?" деди. Энебиз: "Менин атымды угуп туруп, мага салават айтпаган адам" деп жооп берди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Дагы бир хадисте мындай деп келет: Айша радиаллаху анха энебиз үйүндө бир нерсе тигип олтурган эле. Бир маалда колунан ийнеси түшүп, чырагы да өчүп калды. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип келди. Караңгы каптаган бөлмөнү анын нурлуу жүзү жарыкка бөлөдү. Айша энебиз ийнесин тапты да: "О Аллахтын элчиси, жүзүңүз кандай гана нурлуу" десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Менин жүзүмдү көрүүдөн кур калгандарга каттуу өкүнүч болсун" деп жооп берди. Аллах Таала сиз менен бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көп салам салават айтканга жана сүннөттөрүн толук аткарууга мүмкүнчүлүк берсин. Бул дүйнөдө эң чоң бакыт бул жакшы амалдарга берилген мүмкүнчүлүк жана эң кымбат нерсе бул убакыт. Бул эки нерсени эскергенимдин себеби, инсан бул дүйнөдө эки нерсени туура пайдаланса, акыретте ал пенде өкүнбөйт. Бул баян Жүрөктөрдүн шам чырагы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.